Құрметті отандастар, біз Көше партиясы халықтық қозғалысының құрылғанын қуанышпен жариялаймыз. Біздің қатарымыз күннен күнге өсіп келеді. Еліміздің әр қаласында жасалған пикет, акция, бейбіт шерулер нәтижесінде бір-бірімізді тауып, танысып, азаматтық белсенділер топтарын құрдық. Біздер нағыз достарға айналдық. Елімізде күн артқан сайын халықтың көзі ашылып, саясатқа араласып жатыр. Мыңдаған адамдар өз құқықтары үшін күресе бастады, және ол жайлы еш қаймықпастан сауатты түрде талап етіп жатыр. Біз көшеге шығудың қандай күш екенін сезіндік. Көшеде жүргендер ең шыншыл, ниеттері таза адамдар. Олар елін шексіз сүйеді. Сондықтан біздер отанын шын сүйетін азаматтарды Көше партиясына бірігуге шақырамыз. Көше партиясының логотипінде жасыл және сары түстер таңдалды. Негізгі жасыл түс біздің қозғалыстың жаңаруға, тіршілікке, жақсы өмірге қарай аяқ басуды мақсат еткенін білдіреді. Сары жылылық пен күннің түсі. Біз ертеңге деген нық сеніммен, жақсы көңіл күймен, адал ниеттерімізбен мыңдаған жүректерге жылылық сыйлаймыз. Ал ақ түс болса, ниеттің пәктігін, мақсаттың айқындылығын сипаттайды. Біз үшін барлық жолдар ашық, өйткені біз шындық жолындамыз. Көше партиясы ең мықты саяси күш болатынына сенімдіміз. Бұл партия еліміздегі әрбір азаматтың дамыған, өркениетті елде өмір сүруін қалайды. Көше партиясына қосылыңыз. Көше партиясы бейбіт саяси ұйым. Бұл қозғалысты тоқтату, жолынан адастыру мүмкін емес. Өйткені бұл тура жол. Алға Көше партиясы, алға қазақ елі.